Достар, осындай пресс шөпті тегін беріп жатырмыз. Анау мынау жер емес, қыр емес, аэропорттың шөбі ғой, короче. Алып үлгеріп қойыңыздар. Чики чики пау, я в Доминикане, чтобы во всем мире знали, что за чики в Казахстане. I'm a real G, дикая мадам, таких как я, парни избегают в Рамадан. Энергично вливаю рэп-буши, чё там где ты, родной, тизбуши. Побудь подольше, күпсізді қойшы. One shot, two shot, фото, раз счет, два счет, чё-то, Берегі өздер, 5-6-7, басымға кет. Жалпы достар, әуежайдағы шөптер ол пайда үшін емес, яғни пресс жасап, оны сату үшін емес, жалпы әуежайдағы жұмыстарды жақсарту үшін. Және де ұшақтарды қондыратын жүйелердің жұмысын әрдайым тұрақты қылып, және де еш қатесіз жұмыс істеу үшін аэродромдарда шөп әрдайым орылып отырады. Жалпы әуежайдағы шөптердің өсуінің стандарты 30 см, яғни әуежайда шөптер 30 см-ден жоғары болып өспеу керек. Ал егерде 30 см-ден жоғары болып өссе, ұшақты қондыратын антенналардан және басқа да құрылғылардан шығатын радио толқындардың таралуына үлкен кедергі жасайды. Осы жерде түсінбей қалған шығарсыздар. Ашып түсіндірейін. Ұшақтар мен антенналардан шығатын жоғары жиіліктегі толқындар аспандағы ионосфера қабатымен және жердің беткі қабатымен шағылысып, жан-жаққа таралады. Яғни жерде қалың шөп, қалың қар болса, осындай радио толқындардың таралуына кедергі жасайды. Сол себепті аэродромда қар немесе шөп қалың болса, олар міндетті түрде тазартылып отырады. Достым, осындай қарапайым шөптің өзі ұшақтың ұшып қонуына үлкен кедергі жасайтын сен біліп пе едің? Осындай қызықты ақпараттар сені қызықтырса, менің арнама тіркел, видеома лайк бас, ал мен өзімнің шөбімді тасып алайын. Ағаш тау, короче.